Достар, мен бір күнді көрмей тұрып, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Достар, мен тұра салысымен бетімді жуып, тісімді жуамын. Ендеше кет! Үйде бәрі ораза, менің ғана аузым ашық, сондықтан бірге тамақтанайық. Менің бүгінгі таңғасым геркулес кашасы, салаттың жапырағы, огурцы, анар, жаңғақ, ірімшік, творог, су, мандарин. Анам үнемі пайдалы деп естіп бізге дайындап қояды. Адам күніне 3-4 жаңғақ жеп тұру керек. Міне біз анарды бұлай дейміз. Естіп араластырып жүрміз. Сонда дәмді болады. Дәмді екен. Жаңғақ. Ірімшік. Салатный лист. Огурцы. Мен домбыраға дайындалдым, таңғасымды ішіп алдым. Қазір домбыраға барамыз, одан кейін мектепке барамыз. Ендеше кеттік. Мен домбыра үйірмесіне келдім. Жүріңіздер. Мен қазір түскі асымды ішіп, мектепке шығатын боламын. Мен түскі асым Несквик. Мағынасы болсын.
және мантты. Несколько күтіп болғаннан кейін жем мантына. Мінекей достар, мен дайынмын. Енді мектепке барамыз. Менде 4 сабақ болды. Енді үйге барамыз. Достар, мен мектептен үйге келдім. Енді ауызашарға дайындалып жатырмыз. Кім ораза ұстады, сол адамға оразаларыңыз қабыл болсын. Енді мен қазір стакандарға су қойып, қасықтарды қойып, суды қасына құрма қойып шығамын. Енді қойып шығамыз. Үйде барлығы ораза. Мына құрмаларды қойып шығайық. Бізде әр ораза сайын осындай десерт істейміз. Осы десертке үйреніп қалғанбыз. Бұл десерт жүгерінің ұнынан, сүттен, жаңғақтан жасалынады. Дәмі тәтті. Рецепті қызық болса, онда комментарияға жазып кетіңіздер, бөлісеміз. Енді қойып шығайық. Достар, міне біздің дастархан дайын. Ауызашарға аз уақыт қалды. Кім ораза ұстады, оразаларыңыз қабыл болсын. Енді ауыздарыңызды ашыңыздар. Достар, енді сабақ істейміз. Мен қазір әдебиеттік оқу кітабын алдым. Тақырыбы жыл мезгілдері түсінік айтуға берген. Сіздер сағат қаншада сабақ орындайтындарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Мен мектептен келгеннен кейін орындаймын. Достар, мен үй жұмысымды бітірдім. Осы менің әдебиеттік оқу ең соңғы сабағым болған. Сонымен менің бір күнім бітті. Мен бір күнім ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Еңше, қош, сау болыңыздар.